Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәмі ерекше Орео пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогты жасау үшін бізге керекті заттар: сары май 82-де 5-ден жоғары болу керек майлылығы, творог нежирный майлы емес, Орео печеньесі, кукурузный крахмал, сахарная пудра, қопсытқыш, какао және ұн. Және міндетті түрде весі болсын. Барлығын весіға қойып, өлшеп, видеодағындай рецепт бойынша жасаңыз. Бөлме температурасындағы сары майға сахарный пудраны қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша дейін араластырып аламыз осылай миксермен. Енді осының үстіне жұмыртқаны қосамыз да, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Келесі сухой ингредиенттерді рет-ретмен қосып шығамыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болсын. Ұнның арасына ауа бару керек. Енді осылардың барлығын біріктіріп, қолымызбен песочный тесто жинайтын боламыз. Басында песочный тесталарыңыз бір-бірімен бірікпеуі мүмкін. Бірақ процесс барысында жақсылап бірігіп, өте нәзік, нежный дейді ғой, сондай песочный тесто дайын болады. Міне видеодағындай осындай песочный тесто дайын болады. Тестаны екіге бөлесіздер. Кішкентай бөлігін осылай пакетке салып, морозильникке салып қоясыздар. Бұл біздің пирогымыздың бетін әдемілеуге керек. Келесі үлкен бөлігін форманың осылай астына бірыңғай етіп жайып шығасыздар. Мендегі форманың диаметрі 24 диаметр. Мені бірыңғай етіп жайып шықты қамырды. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймағымызды, яғни сметанамызды қосамыз. Оның үстіне творогымызды саламыз. Жұмыртқа, қантымызды қосып, барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксерлегенде бізде қазір бір келкі міне осындай сұйықтықты масса пайда болады. Міне осындай бір келкі масса пайда болу керек начинкамыз. Енді біздің Орео печеньеларымызды ұсататын боламыз. Мен де осындай оқтаудың көмегімен ұсаттым. Сіздер өз ыңғайларыңыз бойынша басқаша түрде ұсатуларыңызға да болады. Осы Орео печеньеларын біздің жаңағы творогты массамызға саламыз да араластырамыз. Міне жаңағы дайындап қойған, жазып қойған тестамыздың үстіне бір келкі етіп жайып шығамыз начинкамызды. Енді бетіне жаңағы морозильникке салып қойған, қатырып қойған қамырымызды осылай үккіштен, теркадан өткізе отырып, пирогымыздың бетіне сеуіп, әдемілеп шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180-200 градустағы пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Пирогтың дайындалу жолы өте оңай, сондықтан сіз де міндетті түрде жасап көріңіз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын!